1 1 2 3 4 1. Ассалаумағалейкум достар. Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге Теплострой компаниясы. Бүгін біз шатырға ең көп қолданылатын жылу оқшаулағыштардың арасында бағасынан және сапасы бойынша салыстырулар жасайын деп жатырмық. Соның ішінде біз екі материалды таңдадық. Біріншісі минплита материалы, тығыздығы 200 кг метр кубқа. Оң жағымызда тұрған пенобетон D200 маркасы, яғни бұның да тығыздығы 200 кг метр кубқа. Достар, минплита 200 тығыздықта минплитаны алатын болсақ, бұл минплитаны көбінесе мемлекеттік мектептерге, университеттерге, ауруханаларға қолданылады. Неге? Себебі бұның сапасы өте керемет, жылу ұстау қабілеті жақсы, әрі жарамдылық мерзімі қалған минплиталарға қарағанда ұзағырақ келеді. Өндіруші компания бұл материалға 10-15 жылға гарантия береді сапасына. Ал егер бұл материалды жақсы сақталатын болса, ылғал тимейтін болса, бұл материал 20-30 жылға дейін өз қызметін атқарып бере алады. Және де бұның минплитаның 100 кг метр кубқа, яғни тығыздығы 100-дік минплита болады. Оны көбінесе жекеменшік үйлерге қолданылады. Неге? Себебі бұл 200-дік тығыздықтағы минплитадан арзанырақ келеді. Сапасы жағынан айтатын болсақ, минплитаны бұл негізі заводтан 5 см қалыңдықта шығады. 5 см қалыңдықта шыққаннан кейін, егер сіз жылуды дұрыс ұстау үшін бұны екі қабаттап 10 см қалыңдықта орнатасыздар. Айта кететін, міне, егер де 5 см қалыңдықта орнатқан кезде, екінші қабатын төсеген кезде араларында шофт қалады. Осы шофттың арасынан жылу өткізіп қою қаупі бар. Ал енді пенобетон материалына келетін болсақ, пенобетон материалы бір келкі құйылады, арасында ешқандай да шофт қалмайды, әрі 10 см қалыңдықта. Тағы да айта кететін достар, екеуінің де жылу ұстау коэффициенті бірдей. Достар, енді баға жағына келетін болсақ, баға жағы барлығыңызға қызық шығар. Міне, минплита материалы тығыздығы 200-дік. Бұл материал 5 см қалыңдықта келеді. Өндіруші компания 5 см қалыңдықта шығарады. Сіз үйіңіздің дұрыс жылуын қаласаңыз, міндетті түрде 10 см қалыңдықта немесе одан қалыңырақ төсеу керек. 10 см қалыңдықта 100 квадратты үйге минплита 200-дік тығыздықта 330 теңге кетеді, яғни квадрат метрі 3300 теңгеден. Әрі бұл материал судан қатты қорыққандықтан бұның астына параизоляцион мембрана және үстінен, яғни круговой бұл параизоляцион мембранамен қорғалады. Неге? Себебі оның жарамдылық мерзімі ұзақ болу үшін. Параизоляцион мембрана екіншіден үйіңізде конденсаттың болмауына септігін тигізеді. Жалпы айтқанда 100 шаршы метрлі үйге 6 рулон параизоляцион мембрана кетеді. 6 рулон жақсы параизоляцион мембрана 57 000 теңгені құрайды. Енді достар, бұл материалдарды алғаннан кейін бұны шатырыңызға міндетті түрде төсеу керек болады. Яғни оған да жұмысшы жалдайтын боласыздар. Егер жұмысшы жалдайтын болсаңыздар, квадрат метріне 400 теңгеден, яғни 100 шаршы метрлі үйге 40 000 теңге жұмысшыға қалтаңыздан қиып бересіз. Так, енді жалпы есептей келе 427 000 теңге кетеді минплита 100-200 тығыздықта. Ал енді пенобетон материалына келетін болсақ, бұл материал, пенобетон материалы минплитадан 35%-ға арзан, яғни 100 шаршы метрлі үйге небәрі 260 000 теңге кетеді. Және де сіздер бұл жаққа ешқандай да материал алып, жұмысшы жалдап жүрмейсіздер, яғни материалы, жұмысы барлығы өзінен, мембранасы да өзінен. Достар, яғни сіздер егерде пенобетон материалын таңдайтын болсаңыздар, сіз ең әуелі баға жағынан ұтасыз, әрі физически шаршамайсыз. Яғни жұмысшы іздемейсіз, барып мембрана сатып алмайсыз, мұнан барып сатып алып келмейсіз стройматериалдан. Достар, енді сіздерге сапасы жағынан да, бағасы жағынан да пайдалы ақпарат бере алдық деп ойлаймыз. Егерде сіз шатырыңызда немен жылтарыңызда білмей әлі ойланып жүрген болсаңыз, таңдау өз еркіңізде. Егер видео сізге пайдалы болса, ұнаса, достарыңызбен бөлісіңіздер. Әрі комментарийға от қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі жолы қандай тақырыпта және қандай материалмен салыстырулар жасағанымызда көргілеріңіз келетін болса, оны да жазып кетсеңіздер болады.